Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі Foxfo бағдарламасының тақырыбы «Бір сыр бар». Бағдарлама қонағы Кушенова Тығынай. Кушенова Тығынай Рахымбайқызы 1970 жылы 2 қаңтар күні Алматы қаласында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі. 2021 жылдың қараша айынан бастап Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің директорлық қызметінде өз міндетін атқарып жүр. Бағдарлама жүргізушілермен таныстырып өтетін болсам, Жарылқасын Арман, Нұрқайым Әмина, Тайтанова Диана және мен Алимова Гүлнұр. Қош келдіңіз, Тығынай ханым, көңіл-күйіңіз қалай? Қош көрдік, көңіл-күйім жақсы. Тамаша. Ендеше бірер сұрақтарға көшетін болсақ, қақылы көзбен қарасаң, дүние ғажап сен есік. Жақлы көзбен қарасаң, дүние қоқыс тел меншік деп Әл-Фараби атамыз айтқандай, біздің мектепке, біздің ұжымға алғаш келгендегі ұжымға деген, жаңа ортаға деген таныстыққа дейін көзқарасыңыз қандай болды? Енді өзім 2021 жылы, 20 жылы қараша айында осы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің тізгінін қолыма алып, директорлық қызметіне келдім. Енді мен өзім қай жерде жүрсем де, қай ұжымға барсам да, ең басты менің өзімнің қағидам, өзімнің ұстанатын ең басты принципім осы барлық жерде адами қасиетті және адамгершілікті мен өте жоғары қоямын. Маған қандай ұжым болса да, маған ешқашан қиындық туғызбайды. Туғызып жатқан қандай ситуация болса да, ол ситуациядан шығудың амалын, жолын мен іздестіремін, ойластырамын, қараймын. Көзқарасым Шоқан Уәлиханов атындағы оқушыларға да, ұжымға да өте жақсы. Бүгінгі күнде міне 1 жылға жуық жұмыс істеп келе жатырмыз. Ешқандай, мен ойлаймын, бір түсінбеушілік немесе бір қалай дейді, ойымыз шашыраңқы немесе ауызбіршілік жоқ деп айта алмаймын. Керісінше бір жұдырыққа жұмылып, барлығымыз бір ортаға жұмылып, қазір күнде керемет көрсеткіштер көрсетіп жатырмыз. Осы балалардың арқасында жақсы жетістіктерге жетіп жатырмыз. Ал ұстаздардың арқасында балаларымыз биіктіктерден көрініп жатыр. Ұжымның психологиялық ахуалы өте жақсы, маған өте ұнайды. Балалар да ұнайды, мен өзім балаларды өте жақсы көремін. Ал балалармен жұмыс істеу, ол енді мұғалім болғаннан кейін ең басты принцип шығар, ең басты керек дүние шығар, баланы жақсы көру. Сұрақтарыңызға дұрыс жауап бердім бе? Сәлеметсіз Тығынай апай, сізді осы біздің сұхбатымызда көріп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Әсіресе біздің бірінші қонағымыз ретінде уақытыңызды бөліп қатысып отырғаныңызға тағы бір рет рахмет айтқым келіп отыр. Енді сұрағыма көшетін болсам, ел бастау қиын емес, қонатын жерден көл табылады. Қол бастау қиын емес, шабатын жерден ел табылады. Шашы топта сөз бастаудан қиынды көргем жоқ дейді Бұқар Жырау. Бастау мен басқарудың айырмашылығы бар. Тығынай апай, сіздің ойыңызша ұжымды басқару қиын ба немесе оңай ма? Өз пікіріңізді айтсаңыз. Енді қандай қызмет болса да, қандай жұмыс болса да, еңбек болса да, мамандық болса да, оның қыр-сыры көп. Ешқандай дүние оңаймен келмейді. Басқару оңай емес, өте қиын. Басқару деген ол үлкен өнер. Өйткені басқаруда барлық жақты біліп отыру керек. Айтады ғой, 4 жағыңды біліп отыру керексің. Біріншіден ұжымдағы психологиялық ахуалды, одан кейін балалар, әсіресе мектепті басқару өте қиын. Енді мен алдында 3 мектептің барлығы ауылды мектеп болды. Ауылды мектепті басқару Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектебіне қарағанда кішкене оңайлау болды. Өйткені бір ауыл, бір-бірімізбен таныспыз, білеміз. Ал бұл жерге келгелі бері енді кішкене қиындықтар туындады, бірақ ол қиындықтарды жеңудің жолдарын әлі күнге дейін іздестірудемін. Іздестіріп табамын деп ойлаймын. Менің ойымша басқару оңай емес. Бірақ оған адам үйрену керек. Өзін дамыту керек, өзімен жұмыс жасау керек, өзін тәрбиелеу керек, өзіне сенімді болу керек. Менің ойымша соның осы керемет дүниелердің арқасында ел басқаруға болады. Сіздерге де ел басқаруды тілеймін. Армысыз, құрметті Тығынай ханым. Бүгінгі бағдарламада сізді көріп отырғаныңызға қуаныштымыз. Ендігі мен қазір қояйын деп отырған сұрағым барлық осы бағдарлама көрермендеріне қызық деп ойлаймын. Әркімнің балалық шағында бір қызықты оқиға болатыны даусыз енді. Бала кездегі Тығынай қандай болды? Ой, бала кездегі Тығынай. Мен өзім қалада өстім, басында орыс балабақшасына барғанмын. Сол әлі есімде, 1-ші сыныпқа барғанымда 86-шы
ғабит мүсірепов атындағы мектептің 1-ші сыныбына барған кезінде біз қазақ тілін білмейтінбіз. Барлығы орыстану бір кезі болатын. Сол кезде енді бар білетін қасық, ложка, нан, хлеб, бер, жүр дегенді білетінбіз. Одан басқа сөзді құрастыру ондай болмайды. Сонда сұрағанда бірінші өзімнің алғашқы ұстазым Фатима Жаппасына деген жақсы керемет ұстаз болды. Сол кісі бірінші рет сұрағанда сол кісінің сұрағын түсінбей басқа әңгіме айтып бергенмін. Соны өмір бойы сол кісі, енді қазір марқұм болып кетті, сол кісі өмір бойы қай кездесуде болса да соны айтатын. Тұйғынай осы бірдемен сұрағанымда, басқа зат сұрағанда анау қазақшаны түсінбегендіктен басқаны айтып берді деп. Енді өмірде қызықты нелер, моменттер өте көп болады. Балалық шақта да, мен балалық шағымда бүгінгі күнге дейін мен бір ете алмаймын, орысша айтады ғой, непоседа. Мен бір жерде көп отырғанды ұнатпаймын. Менің ең көп отырсам 1 сағат отырармын, одан кейін маған орысша айтқанда движение керек. Жүруім керек, қарауым керек, іздестіруім керек, немесе бірдемемен айналысуым керек. Ол үйде де сондай менде, қалай дейді, әдет. Вот сондай тынымсыздық емес, просто мен отырмауым керек. Бір жерде отырмауым керек. Кейбірде болады ғой, жиналыстарда отырып қаласың, сол кезде мазам кетеді. Маған бірдеме жасау керек, бірдеме істеу керек. Неде, мектепте де дәл сондай болады, 45 минуттан бірнеше рет не жасайтынмын, тынымсыз болады, отыра алмайтынмын. Содан кейін химияны өте жақсы білдім. Химиядағы мұғалім ол кісі де қайтыс болып кетті. Сол кісі айтады, сен лаборатория кезінде немесе бір бақылау жұмысында мені подсобкаға кіргізіп қоятын, немесе айтатын, бар басқа жаққа барып келші деп. Өйткені анау есепті тез шығарып қоям, нелерді, қалайда, реакцияларды тегіз жасап тастаймын, содан кейін басқаға айналысып кетемін де, ұмытып кетеміз ана жақта не болды. Содан кейін айтатын, бар басқа жаққа барып келші. Содан кейін келіп өзің 15 минут мен саған подсобкаға беремін, сол кезде барлығын шығарып бересің деп. Сондықтан менің сыныптастарым да әлі күнге шейін бірге, басымыз бірге қосылады. Курстастармен де бірге. Өмірімде енді қалай дейді, мен вообще өзім медик боласың деп айтқан. Медик болуым керек еді. Бірақ 9-10 сыныпта бізде тарихтан керемет мұғалім болды. Сол кісінің әсері қатты болды. Мен Қазақ ұлттық университетке истфакқа түсіп кеттім. Тарих факультетіне түсіп кеттім. Өкінбеймін, бірде-бір моментте өкінген емеспін. Кейбірде ойлаймын, мүмкін медик болсам, дәрігер болсам, мүмкін басқа болар еді өмірім. Егер анау болсам, басқа болады ма деп маған айтады, өмірде сізде в тебе умер хороший медик и хороший адвокат дейді. Но я говорю, неплохой педагог получился с меня. Поэтому думаю, что ең керекті мамандықтың иесімін мен өте қуаныштымын. Но бірақ ешкім ойламаған, что мен мектептің директоры болам, мұғалім болам деп ешкім ойламаған. Бүгінгі күнде таң қалады кейбірде. Рахмет сұрақтарыңызға. Керемет жауапқа рахмет. Енді сұрағыма көшсем, бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты болып жүргенің, бақыттың да басқасын да білмеуің, бақытсыз-ақ ойнағаның күлгенің, бақыт жайлы менің мынау білгенім, бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң. Бақыт сол тәрік етіп түндерім, бақыт іздеп азаптанса кімдегім, деп біз бала ақын Мұқағали Мақатаев жырлаған екен. Ал сіз үшін бақыт деген не? Бақыт деген ол үлкен ауқымды ұғым деп ойлаймын. Бақыт деген ең бастысы адам өмірде өз орнын таба білу. Ұлы Абай айтқан ғой, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап бір қала деп. Осы өмірде орныңды таба алсаң, жаныңдағы тума туысқаның, жолдастарың барлығы аман болса, солардың жақсылығында болса, содан кейін өзіңіздің таңдап алған мамандығыңыздың нағыз иесі болып, содан бір рахат алсаңыз, ләззат алсаңыз, сол ең басты бақыт қой деп ойлаймын. Ең тағы менің ойымша, бақыттың бір ең үлкен шарықтау шегі ол балаңның үлкен жетістікке жеткені. Өзімнің балам болсын, осы өзімнің қай мектепте болса да оқушыларымның үлкен жеткен жетістігі мен үшін үлкен бақыт. Себебі сол жетістікке барлығымыз қызмет еттік.
үшін барлығымыз үлкен еңбек еттік. Сол еңбектің нәтижесін көру. Менің ойымша бақыт деген сол. Шынайы жауаптарыңыз үшін рахмет Бегүнай апай, және Диана керемет сұрағыңыз үшін рахмет. Енді сізге осындай сұрақ. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді екен. Сіздің ойыңызша Бегүнай апай, нағыз ұстаз қандай болу керек, қандай критерийлерге сай болу керек? Ұстаз болу үшін, менің ойымша, енді мен өзімнің немді айтып кетейін, мен басқа былай алыстан арбаламай қоя берем. Ұстаз болу үшін ең басты баланы жақсы көру, өз мамандығын жақсы көру, содан кейін ең бастысы адами қасиеті мол болу. Менің ойымша, қай ұстаз болсын, ұстаздың ең басты критерийі сол. Балалардың кішкентай жетістігіне қуана білу, бір кішкентай бір болып жатады ғой қиындықта, сол қиындықтан жол тауып бере алу, содан шығара білу. Менің ойымша ұстаздық деген сол. Бекер айтпайды ғой, ұстаз деген үлкен сөз, үлкен ұғым. Қазіргі таңда енді жалпы маңызды мәселелердің бірі деп ойлаймын. Қазіргі таңда қазақ жастары ағылып төгіліп шетел оқуына кетіп жатыр. Бұл жағдайға қазақ білім сферасының ахуалы себеп деп ойлайсыз ба? Жалпы бұған деген көзқарасыңыз қандай? Жоқ, менің ойымша ол адамдардың өзінің таңдауы деп ойлаймын. Мен барлық кезде айтамын, өзімнің оқушыларыма да айтамын, барлығына айтып жатамын, білім алам деген адамға жердің астында да жатып білім алуға болады. Оған үлкен кепіл, оған үлкен дәлелді Менделеевті алуға болады. Кімді алуға болады? Ломоносовты алуға болады. Михаил Ломоносов 19-ында келіп, бірінші сыныпты оқыған. Оқуға деген құштарлық. Сіздер егер мынау классиктерді алып оқысаңыздар, қарасаңыздар, тіпті солардың өмір баянын қарасаңыздар, сол кісілерде үлкен үлгі жатыр. Жаңағы Ломоносовты алыңыздар, Абайдың өзін алып, ұлы Абайдың өзі қандай керемет. Біздің өзіміздің мектебіміздің аты берілген Шоқан Уәлихановтың өзі қандай, қалайда аққан жұлдыз деп бекер атамаған ғой. Қай жерде болса да білімге адам өзі құштар болу керек. Білім алу деген ол біреу сізге әкеп бергеннен ол сіз білім ала алмайсыз. Білім алу деген ол адамның өзінің ізденуі. Өзінің бекер айтпайды ғой, инемен құдық қазғандай деп. Шынында да қалай инемен қазасыз құдықты, сондай білімді де істеу керек. Іздеу керек. Өмір бойы не істеу керек? Білім алу керек. 100-ге келгенде де білім әлі білгенім бір төбе, білмегенім 99 төбе дейді ғой. Сол әр төбеге жеткеніңізде менің ойлаймын, сонда ғана білімнің тұңғиығына жетем деп. Бірақ жеткен адамды әлі көрген жоқ. Білім деген ол қазіргі жастарға мен айтар едім, осы Қазақстанның өзінде де керемет ғалымдар бар. Қазақстанның өзінде де керемет педагогтар бар. Үлкен орда, мысалы, білім ордасы Казгуды алайық. Қазіргі Қазақ ұлттық Абай атындағы педагогикалық университетті алайық. Политехті алыңыздар, аграрлық академияны алыңыздар. Олардың материалдық техникалық базасы өте керемет, өте керемет. Тек қана бізде мынандай бір қалай дейді, маған ұнамайды сол ұғым. Біздің Қазақстанда білім жоқ деген. Мен ол кісілермен мүлдем, даже сол кісілермен тіпті керек болса, тіпті неге дейін баруға дайынмын. Өйткені ол өтірік. Адам өз елінде алған білім, біздің білім ең керемет білім. Бірақ соны біз өзіміз дамытпаймыз. Вот это уже ол қалай сұрақтың екінші жағы. Болашақ сіздерге барлықтарыңызға айтар едім, осы өзіміздің елімізден білім алыңыздар. Өзіміздің кейбірде тіпті қарап отырам, бір оқушылар кетіп жатады. Мен ана жаққа барып оқимын, ол жерде білім жақсы деп. Неге? Сол мұғалім ғой. Қай жерге барсаңыз да бір мұғалім. Дұрыс қой, сол мұғалімнің, білмеймін енді, мұғалімнің артығы жоқ. Сол біздің мектептің мұғалімдері ең керемет мұғалімдер шығар. Мен ойлаймын, барлық жердегі мұғалімдер ең керемет. Сол мұғалімдерден білім алып, осы жерде оқып, осы елді көтерсек, менің ойымша, біздің жастар кетпес еді. Біздің елімізде көп қой, ашылмаған сырлар көп. Соны ашып жіберсеңіздер, керемет болар еді. Мен соған тілектеспін сіздерге. Жауабыңыз үшін рахмет Бегүнай апай. Арман
қанатсыз адам қанатсыз құс дейді екен. Көз алдыңызға елестетіп көрейікші апай. Егер сіз білім министрі болсаңыз, ең бірінші кезекте не өзгертер едіңіз? Мен ба? Министр болсам ба? Министр болып жатсам, ең басты бірінші мен өзгертер едім мектептің, барлық мектептің жағдайын. Иә, көп жерде енді мектептердің ахуалы өте қиын. Кейбір ауылды мектептерде көп қиындықтар туындап жатады. Біз оны биыл қашықтықтан оқыту кезінде көріп жаттық барлығымыз. Тіпті өзіміздің мектепте де болып жатты қиындықтарына, бірақ сол қиындықтарды ең басты қалай дейді, зона комфорта дейсіздер ғой, керемет, мынандай комфортты жер ұйымдастыру керек. Балаға, оқушыға, мұғалімге ыңғайлы жұмыс істеуге, оқуға ыңғайлы жер ұйымдастыра отырып, содан кейін білім беру процесін жөндеу. Мен ойлаймын, қалай деді, заң өзгерген сайын, реформа көбейген сайын, оның несі болмай кетеді. Қалай дейді? Мәні болмай кетеді ме? Өзгеріске келе берсеңіз, өзгерте бергіңіз келеді ғой. Мысалы, бір жерде жасап жатып, ой, мынаны өзгерттім деп жатыр десеңіз, өзгерте бересің. Ал кейін өзгеріс әкеледі де бір, мен ойлаймын, нәтижесі дұрыс болмай қалады деп ойлаймын. Министр болып жатқан жағдайда көреміз. Сол кезде қандай жағдай болып жатса, көре жатармыз. Рахмет сіздерге. Отынды жауап екен. Енді Алаштың бес арысының бірі Мағжан Жұмабаев 300-дің басы қосылса 4 педагогтікі дейді екен. 2019-2020 жылы оқу жылынан бастап педагогтардың айлығы едәуір көтерілгені бізге белгілі. Енді қазіргі Қазақстанның әлеуметтік жағдайымен алатын болсақ, педагогтардың айлығы олардың басын түрден көрсететін демей қалай ойлайсыз? Мен ойлаймын, педагог статусын қабылдаған кезде ол міндетті түрде айлыққа байланған дүние емес. Төрден көріну үшін, менің ойымша, мұғалімдер әркім өз міндетін дұрыс атқару керек деп ойлаймын. Және өз мамандығын шын сүю керек, жақсы көру керек. Сонда сен төрден орын аласың. Оны қанша біз төрге апарып отырғызғанмен де, егер оның негізі жоқ болатын болса, оның мынандай қалай дейді, қалпы жоқ болатын болса, ол қалай болса да төрден түсіп қалады. Бір күн отырар, 2 күн отырар, 3-ші күні уже басқа адамдар келіп төрді береді, сұрайды. А егер білімді болса, білікті болатын болса, өз мамандығының хас шебері болатын болса, төр мәңгі сол кісінің қолында. Мағжан Жұмабаев бекер айтпаған, педагогтың орны төрде, өйткені еңбегі өте зор. Енді мына сұраққа көрсек, айлықтың жақсы болмағы маманның сапалы болмағына кепілдік бола ала ма? Қазіргі педагогтар жасы орташа жастан қартайып бара жатқаны белгілі. Сондықтан білім беру саласына жастарды тарту қаншалықты өзекті? Жастар, мен ойлаймын, тарту керек емес. Айтады ғой, дүниеде 2 мамандық, ол орыста айтады ғой, это от Бога дано дейді. Это первый педагоги, второй это медики дейді. Значит, тума педагог болу керек. Қазір енді кейбірде біреулеріміз тек қана жоғарғы оқу орнында бітіруім керек деп педагогтың несін алып алады да, мамандығын алады да, одан кейін онымен жұмыс істей алмайды. Сондықтан қазіргі кезде ұтымды жағы жастарды барынша мүмкіндігінше тарту. Ал тарту бізде қазір жастардың көбісінде үлкен амбициялар үлкен. Бүгін бітіріп, мен мынанша айлыққа көп нетеміз де, материалдық жағымызға көп қараймыз. Сондықтан мен ойлаймын, ең басты бірінші мамандықтың қыр-сырын біліп алу керек. Адам бірінші айтады ғой, беделге жұмыс жасағаннан кейін бедел саған жұмыс жасайды. Өйткені беделді адамның қай жерде болса да, жаңағы алдындағы сөздеріңіз сұрақ қойдыңыздар ғой, төр. Беделді адамның орны төрде болады. Ал жастар соған ұмтылу керек. Соған еңбек ету керек, соны қалау керек. Мен осыны болғым келеді. Мен де кезінде ойлағам, осы бір не болса, мен бірінші 2007 жылы келгенде осы Шоқан Уәлиханов деген мектепті естігенімде ойлайтынмын, қандай керемет мектеп. Сол мектепте қандай не кереметі бар екен, қандай бір несі құпиясы бар екен деп өзім соған прям қатты қызығатынмын. Біршама жылдан кейін өзім келдім осы мектепке. Құпиясын енді ашып жатырмын бұл мектептің. Сол құпиясын ашқаннан кейін айтам,
мектебіміз қандай екен, қандай дәрежеге жеткенімізді, рахмет сұрақтарыңызға. Тағы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі тарапынан негізгі орта білім беру стандартына сәйкес бекітілген пәндер бар. Ал бұл пәндер тізбесі сіздің көңіліңізден шыға ма? Бізге қандай пән жетіспейді, немесе қандай пән артық деп ойлайсыз? қазіргі тізбеде менің ойымша барлық пәндер керекті пәндер. Өйткені қазіргі заманның ағымына байланысты ол мынау керек емес деп айтуға болмайды. Жан жақты болу керек. Қазіргі айтады ғой, кто владеет информация, тот владеет миром дейді. Сондықтан барлық жақтан ақпаратта болу керек, ақпаратты қолда ұстау керек. Енді мен өзімнің тарапымнан, енді маған мүмкіндік берсе, мен мынандай барынша мына ұлттық нақышта, ұлттық мына философияны, ұлттық менталитетке жақын бір керемет бір пән болса ғой деп, осы қазаққа тән қасиеттерді, қазақтың сән салтанатын, дәстүрін, әдет ғұрпын, одан қала берсе осы неде айтылған ғой, жеті қырында, қазақтың өзінің коды болу керек, ұлттық коды. Сол ұлттық кодты шығару үшін, менің ойымша, осы бірінші сыныптан бастап сол бір пән ретінде енгізсе. Сонда балалар өзінің кім екенін, қай ел екенін, қандай мүмкіндіктері бар екенін, немесе қандай деңгейде екенін біле алады. Қай жерде барса да, қай елге барсаңыз да, өз елін мақтайды, байқайсыздар, әр елдің өзіне тән қасиеттері бар, енді біз де мақтанамыз ғой, біздің қалай дейді, қонақжайлығымыз, бірақ біздің өзіміздің тағы оған қосымша, қонақжайлықпен қосымша біздің білім, осы ғылымда үлкен біздің жетістігімізді көрсететін, менің ойымша, ұлттық бір ерекшелік болу керек. Сол ерекшелікті көрсете білетін, соны баланың бойына тартатын пән болса, мен соған келісем едім. Қазір енді тағы да бір жаңа пәнді қосылады деп жатыр, енді оны тағы да көре жатармыз. Бірақ ол жаһандануға байланысты. Бірақ оның ішінде де енді қазақ туралы, қазақтың дүниесі туралы айтылып жатар, оны тағы да уақытында айтып жатармыз. Менің ойымша сол керек. Және тәрбиеге көп көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Бүгінгі күнде көптеген келеңсіз жағдайлар орын алып жатыр, түсініксіз жағдайлар орын алып жатыр. Соның барлығы кейбірде тәрбиедегі кеткен ақаулықтар деп ойлаймын. Соның нәтижесінде бүгінгі күнде көптеген жағдайларға мен өзім қатты жүрегім ауырып жатады. Неге соны білмеді ме, көрмеді ме, неге соған бас көңіл бөлмеді деп. Сондықтан менің ойымша тәрбиеге ерекше көңіл бөлу керек. Керемет жауап. Сіз айтқан дүниелер әрдайым бірінші кезекте тұрса, ұлттық құндылығымыз жоғарылар еді деген ойдамыз. Енді соңғы сұраққа кезек берсек, қазіргі таңда Қазақстанда 2021 жылдың статистикасы бойынша 420-нен астам жұмыссыздық тіркелген екен. Осы жағдайға не себеп деп ойлайсыз? Жұмыссыздық деген, менің ойымша, қазіргі заманда жұмыссыздық деген ол адамның өзіне пайда болатын дүние. Себебі ана қазақта айтады ғой, екі қолға бір жұмыс табылады деп. Сондықтан менің ойымша қазіргі кезде тіпті жер қазса да жұмыс табуға болады. Жұмыстың түр-түрі көп, тек қана біздің оған зауқымыз болмай жатады, істемей жатамыз. Жұмыссыздықтың ең басты, менің ойлаймын, адамның өзінің ішкі мотивациясы болу керек. Мотивациясы жоқ адамдар жұмыссыз, мотивациясы бар адамдардың барлығында жұмыс бар. Ал енді жаңағы айтып отырсыздар, негізгі себеп не дейсіздер? Менің ойымша, мынау жоғарғы оқу орнын бітірген кездегі жұмыссыздық, ол ең басты проблема, ол мамандықты дұрыс таңдамауда. Мамандық бекер айтпайды ғой, дүниеде 3 затты дұрыс таңдау керек деп. Ол бірінші мамандықты, екінші жарды, үшінші досты деп. Не себептен? Себебі мамандық ол өмір бойы саған азық болады. Содан дүние табасың, содан семьяңды асырайсың, содан көптеген нәтижеге, жетістікке жетіп жатасыздар. Одан кейін жар дегенде өздеріңіз білесіздер, өзіңіздің өмірлік жолдасыңыз. Ал дос деген ол ең қымбат адам.
жақсылықта қиындықта бірге болатын. Ал енді қазіргі заманда көбісі ең басты жоғарғы білім болу керек дейді де неге түседі, жоғарғы оқу орнына түседі де дұрыс мамандық таңдамай, кейін ол мамандық ұнамайды, ол мамандықпен жұмыс жасамайды, міне сол келіп үлкен жұмыссыздыққа әкеліп соқтырып жатады. Но бірақ менің ойымша ол басты себеп емес, ең басты себеп адамның өзінің үлкен қалай дейді қалауы болу керек. Үлкен іште бір үлкен бір күш болу керек қой, мен жұмыс жасаймын, мен жұмыссыз болмаймын деген. Жаңа айттым ғой, мотивация, уәж болу керек. Сонда менің ойымша жұмыссыздықтан арыламыз. Қазір біздің елде прям автоматтанып жатырған менің өндіріс өте көп емес, айтатындай прям барлық жерде робот жұмыс жасап жатыр, немесе техника күшті. Қазір көп ауыл шаруашылығында жұмыс көп, өте көп. Мұғалімдердің өздерінде жетіспеушілік бар. Қай жерге барсаңыз да жетіспеушілік, кадр бойынша жетіспеушіліктер болып жатады. Бірақ кейбірде сол кадрлыққа келмейді ғой. Істегісі келмейді, ой айлығы аз дейді, анау дейді, мынау дейді. В общем, миллион причин тауып болады да, миллиондаған себептер тауып болады да. Ең басты жұмыс істеу. Біз көбіміз ойлаймыз, қай жерде болса да ақша табу оңай. Бәріміз жеңілге қарай жүгіреміз. Қай жұмыс болсын, ол жер қазса да, үлкен анау дөкей адам болса да, барлығының жұмыстың қиындығы бар. И рахаты бар, ләззаты бар. Соны қиындықта төзе білу керек, жақсылықты көтере білу керек, и іште уәж болу керек. Сонда керемет нәтиже болады деп ойлаймын. Сонда жұмыссыздық бізде болмайды деп ойлаймын. Соны келісесіздер ғой деп ойлаймын мен. Тағы бір сұрақтарыңыз бар ма? Керемет жауап үшін рахмет. Осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз аяқталды. Уақыт бөліп келгеніңіз үшін тағы да алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, егер сіздерге бүгінгі біздің сұхбатымыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық осындай қызықты айдарларды жіберіп алмас үшін колокольчикті басып тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.